Сәлем достар, бүгін мен сіздермен картоп пен сәбізден жасалатын бет терісін ағартатын, әжімдерді кетіретін супер масканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоямыз. Бұл табиғи ботоксты жасағандарыңызға өкінбейсіздер, өйткені бұл масканың әсерін бір күнде байқайтын боласыз. Өйткені картоп пен сәбіздің құрамында С дәрумен мен кальций және бет терісін ағартатын ақуыздар өте көп. Білсеңіздер, картоп пен сәбіз С дәрумені және тиамин, аневрин сияқты теріні жасартатын бірнеше дәрумендерге бай көкөністердің бірі. Ал біздің маскамызды жасауға бізге осындай аршылған бір сәбіз және картоп керек. Және де осындай желатин керек. Бірінші сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Сәбіздің құрамында серин, аргинин, бета-каротин мөлшері өте жоғары, сондықтан сәбіздің теріге пайдасы өте көп. Сәбізді осылай үккіштен әбден өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болғаннан кейін келесі сәбізіміз осындай болып тұрады, бір кесеге салып қоямыз. Екінші, біз картопымызды үккіштен өткіземіз. Картопта крахмал өте көп болғандықтан бет терісіндегі мимикалық әжімдерді жазып, теріні ағартады. Картопымызды барынша үккіштен өткізіп, бір кесеге салып дайындап аламыз. Содан кейін бағанағы өткізген сәбізімізді ситаға салып, сәбіздің шырынын алуымыз керек. Сәбізді барынша езгілеп, шырынын аламыз. Мінекей менде осындай шырын шықты. Енді картоптікінде тура осылай шырынын алатын боламыз, ситаға салып. Енді тостаққа осылай құйып аламыз. Содан кейін тостағымызды алып, плитканың үстіне баяу отта қоямыз. Және ішіне бір шай қасық желатин қосамыз. Желатинді салып араластырамыз. Сіздерге былай жасауға да болады, егер ыстық суға кішкене желатинді салып суға араластырып алсаңыздар болады. Сонда былай қайнатпайсыздар, үстіне құя саласыздар. Мен плиткаға кішкене осылай қайнатқандықтан осындай түске айналды. Тура осындай, өйткені желатин еру керек. Осындай түске айналып шыққаннан кейін бұны кішкене құтыға құйып аламыз. Осылай бос құтыға құйып аламыз. Маскамыз суып кетпеу керек, кішкене жылы болу керек. Сол жылы күйінде бетімізді әбден жуып, тазалап болғаннан кейін бұл масканы жайлап бетімізге жағатын боламыз. Бетті тазалап жуып болғаннан кейін маскамызды бетімізге жағамыз. Бір қабат жағып болғаннан кейін тағы да екінші қабат үстінен жағып шығамыз. Бұл масканың тағы да бір пайдасы, масканы жағып болғасын бетіңізден алғаннан кейін бетіңіздегі қара нүктені, мұрныңыздағы қара нүктелердің барлығын алып шығады және бетіңіздегі пораларды ашады.
маңдайға, көз айналасына қалдырмай жағып шығамыз. Бұл масканы косметологтар да пайдаланады, яғни бұның дайын күйіндегісін пайдаланады. Біз бұны қолдан табиғи түрінде пайдаланамыз. Өйткені дайын түріндегінде химикаттар болады, аммиактар болады, ол бетімізге зиянын келтіреді, яғни пайдасы да болады, зияны да болады. Осыдай қолымызға да жағып шығамыз. Жайлап бір слой немесе 2 слойдан жағып шығу керек. Маска әбден құрғап болғаннан кейін жәймендеп бетімізден аламыз. Қатып қалу керек маска. Қатқаннан кейін бетіміз ылғал болып тұрмау керек бетте. Бұл қату керек. Сол кезде ғана осылай бетімізден аламыз. Барлығын бетімізден ақырындап аламыз. Байқасаңыздар, менің бетімдегі барлық қара точкалар осы маскаға жабысып шыққан. Нәтижесін бірден байқауға болады. Бетіңіз ағарып, ылғалданып, бетіңіздегі мимикалық әжімдер жайылып, бетіңіз ағарып тұрады. Қыздар, менің каналымда бет күтіміне байланысты үй жағдайында өте қолжетімді және нәтижесі бар тексерілген маскалардың рецептісі бар. Сондықтан сіздер жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені тағы видео салсам сіздерге шығып тұрады. Пайдаланып көріңіздер, өйткені мен пайдаланып келе жатқаныма біраз болды. Бұл масканы аптасына 2 рет жасап тұруға болады. Мінекей, менің бетімде нәтижесін көруге болады қазір. Мінекей қараңыздар, менің бетімнен не шыққанын маскаға жабысып, терідегі пораларға жабысып қалған қара нүктелер осы маскаға жабысып шығады. Бетіңізді жуып, ылғалдандыратын крем жағып қойсаңыздар болады. Бетіңізге серпімділік сыйлайды, жасап көріңіздер.